Достар, кеше берілген жаңалықтар бойынша сіздер сұрап жатыр екенсіздер. Волонтер болуға қандай жағдай түрткі болды, не себеп болды деп жатыр екенсіздер. Волонтер болу үшін ол жүректе мейірім болу керек. Айтады ғой, мейірім әлемді құтқарады деп. Сол сияқты ол волонтер болу үшін ақшаның да қажеті жоқ. Кейбір адамдар хайп үшінде волонтер болып көрініп, ештеңе жасамаса да жасағандай көрініп жататын жандар да жоқ емес, бар. Бұл қоғамда адамдардың түрлі жағдайларда кездестіріп жатасыздар. Бірақ бұл мәселелерді талқыға салғанда волонтер болу үшін сіздерге бір дайындық керек сияқты, бір сондай сұрақтарыңыздың астында сондай бір дүниелер бар сияқты болып көрінді. Волонтерлықтан қандай пайда табасыздар деп жатсыздар. Бұдан сіздерге айта кетейін, жақсылықты ғана таба аламыз. Себебі жақсылық жасаған сайын сіздің жүрегіңіз кеңейеді, өмірге деген құлшынысыңыз оянады. Бір адамға қуаныш сыйлай аласыз, қуаныш сыйлаған сайын Алла тағала сізге жылы жүрекпен қарай бастайды. Себебі мына адамдардың көбісінде ойлайды, бұл волонтерлықтан бір пайда тауып жүр, бір нәрсе әйтеуір пайда болмаса бұлар жүрмейді деген сияқты нәрселерді де естіп жатамыз. Олар сіз сол жолда жүріп көрмегесін, сіздің көкейіңіздегі сондай нәрселер пайда болады. Егер сіз волонтерлық жолда жүріп көріп, сол жақсылықты жасап көріп, сол адамның сіздің себепшілігіңізбен қуанғанын көрсеңіз, сіз бұлай айтпас па едіңіз деп ойлаймын. Жалпы адамның әрбір жүрегінде миссиясы болады, бұл өмірге келгенде. Мүмкін менің бұл миссиям адамға көмектесу шығар. Өзімде болған дүние өзгеге де болса екен деген ниетім бар шығар. Сіз әр адамның ішіне кіріп шыға алмайсыз ғой. Сондықтан адамның сырт келбетіне қарап ешқашан пайымдамаңыз. Ол адамның жан жарасына тиіп кетуіңіз де мүмкін. Сондықтан, құрметті достар, кешегі менің жаңалықтардағы берілген сұхбатым бойынша сіздерге кішкене ғана түсінік бере кеттім деген ойдамын. Рахмет. Аман болыңыздар, жақсылық жасап, жарысып жүріңіздер. Жақсылықтың қарымдасын өздеріңіз көресіздер, иншаллах. Рахмет.